30, 40, 50 қазақ өмірінің үш белесі. Қазақ халқы адамның өмір жолын жас ерекшелігімен ғана емес, даналықпен өлшеген. Ата-бабаларымыз бекер айтпаған: 30-да орда бұза алмасаң, 40-та қамал ала алмайсың, 50 асы. Бұл сөздер жай мақал емес. Бұл адамның өмір жолын сипаттайтын терең философия. 30 жас адамның ең жалынды кезеңі. Бұл уақытта жүрек арманға толы болады. Адам өз жолын іздейді. Өз орнын табуға тырысады. Бұл тәуекел жасайтын шақ. Бұл мүмкіндіктер есігі ашылатын уақыт. Қазақтар жастықты бос өткізбеуді ескерткен. Себебі жастықта жиналған тәжірибе болашақтың берік іргетасы. Уақыт ешқашан тоқтамайды. Жастықта жасалмаған қадам кейін өкінішке айналуы мүмкін. 40 жас адамның кемелді кезеңі. Бұл уақытта адам тек өзін емес, отбасын, бала-шағасын, қоғамды ойлайды. 40 жауапкершілік жасы. Бұл кезеңде адам өмірдің шынайы мәнін түсіне бастайды. Жастықтағы қателіктерден сабақ алады. Өз өміріне бағыт береді. Қазақ даналығы бекер айтпайды. 40-ты қамал алу үшін 30-ыңда батыл болу керек. Ал өмірдің тағы бір маңызды белесі бар. Қазақ тағы бір ұлағатты сөз қалдырған: 50-де ел ағасы. 50 жас даналықтың шыңы. Бұл кезеңде адам өмір тәжірибесін жинайды. Көргенін түйгенін кейінгі ұрпаққа жеткізеді. 50 ақыл мен сабырдың жасы. Бұл жастарға бағыт көрсететін уақыт. Қазақ халқы әр жастың өзіндік міндеті бар деп сенген. 30-да арман қуасың. 40-та жауапкершілік арқалайсың. 50-де елге жол көрсетесің. Бұл ұрпақ тәрбиесінің негізі. Бұл өмір мектебі. Қазақтың әр сөзі ғасырлар бойы жиналған тәжірибе. Өмірдің әр кезеңі өз уақытымен қымбат. Уақытты жіберіп алмау адамның өз қолында. Себебі бүгінгі әрекет ертеңгі тағдырды қалыптастырады. Өмір бір-ақ рет берілетін мүмкіндік. Ал сол мүмкіндікті қалай пайдалану әр адамның өз таңдауы.